Сәлем достар, менің есімім Жанар және менің каналыма қош келдіңіздер деймін. Бұл каналда мен сіздерге жоғары оқу орындарына шетелге қалай түсу жөнінде көптеген ақпараттарды беріп келемін. Соның ішінде Мажарстан Республикасы, яғни Венгрия мемлекеті, Будапешт қаласы астанасы. Осы мемлекетке қалай оқуға түсу жөнінде ақпараттар беріп келдім. Осы уақытқа дейін негізі менің өзім тәжірибем, мен осы Венгрияда, Будапешт қаласында оқуға түскен болатынмын. Сондықтан осы тәжірибемнің аясында сіздерге бірнеше ақпарат беруге әзірмін. Дәл қазір осы көктем, қыс айлары көбіне шетелдік жоғары оқу орындарына тапсыратын нағыз уақыт, сондай бір сезон болып есептеледі. Сондықтан алдағы видеода мен сіздерге мотивациялық хат жазуды туралы айтқан болсам, дәл қазір мен сіздерге рекомендациялық хат, яғни ұсыныс хат жөнінде айтқым келіп отыр. Ағылшынша letter of recommendation немесе reference letter деп атап жатады. Бұл құжат көбінесе профессорлық құрамнан немесе жұмыс берушіден, яғни сіздің басшыңыздан, тіпті достарыңыздан, таныстарыңыздан да алынуы мүмкін. Жалпы менің байқағаным, осы шет мемлекеттерде көбіне рекомендациялық хатқа, яғни документтердің, құжаттардың арасында рекомендациялық хатқа өте үлкен мән беріледі. Бұл бір бонус болып есептеледі деп айтсам да болады. Ал бізде, Ресейде, мысалы, бұл жай ғана бір формалды құжат сияқты болып қарастырылады. Бірақ бұл құжаттың маңызы өте жоғары екенін ескерткім келеді. Егер бұл құжатты өзіңіздің басқа документтермен, құжаттармен, яғни тізімде бар документтермен бірге тапсырсаңыз, сіздің, яғни анкетіңіз, аппликейшнның маңызы одан сайын арта түседі, сізге жақсы балдар қосылады, яғни сіздің грант алу мүмкіндігіңіз артады. Сондықтан мен сіздерге айтпағым, достар, ерінбей осы рекомендациялық хатты міндетті түрде жұмыс берушіден немесе бұрынғы сізге бакалаврда немесе магистратурада сабақ берген ұстаздарыңыздан, профессорларыңыздан жазылып алыңыздар. Көбіне жұмыс берушілер немесе осындай профессорлар, ғалым кісілер қолдары бос болмай, яғни сізге өзіңізге өзіңіз ұсыныс хат жазып, сосын мен соған қол қояйын деген ұсынысты айтып жатады. Бұндай кезде міндетті түрде өзіңізді бір қатты мақтай бермей, бұған жауапкершілікпен қарасаңыздар деймін. Ол үшін төменде мен ұсынатын ақпаратты қаперіңізде ұстаңыз. Сонымен достар, рекомендациялық хат дегеніміз, былайша қазақша айтқанда, сізге сіздің профессорыңыздың немесе жұмыс берушіңіздің немесе досыңыздың, басқа да бір адамның, яғни екінші адамның сізге берген бағасы, профессионалдық, кәсіби жолыңызды бағалайтын бағасы, яғни сізді сол университетке, грантқа немесе жұмыс орнына ұсынуы, сіз туралы оның жазған пікірі. Осылай болып есептеледі. Енді рекомендациялық хаттың құрылымына тоқталғым келіп отыр. Біріншісі, рекомендациялық хат деген сөз болады, содан кейін бірінші абзац, яғни бұл хаттың кімге арналғаны, мысалы сіздің аты жөніңіз осы кісіге осы рекомендациялық хат арналғаны жөнінде айтылады. Екінші, жаңағы сізге ұсыныс беріп отырған адам, сіздің профессорыңыз немесе сіздің жұмыс берушіңіз, басшыңыз сізді қалай таниды, қайдан таниды, сізге сабақ берді ме, немесе сіздің басшыңыз болды ма, содан кейін қандай уақыт аралығында сіздер бір-біріңізді танисыздар, яғни соны жазу керек. Сондай мерзім, осындай мерзім аралығында мен бұл кісіні танимын деген сияқты жазу керек. Маңызды ақпараттардың бірі қысқаша ғана сіздің қасиеттеріңізге, сіздің кәсіби, жеке адамгершілік қасиеттеріңізге қатысты қысқаша мағлұмат берілуі тиіс. Сосын бұл рекомендациялық хат міндетті түрде фирменный бланк дейді, яғни сол компанияның немесе университеттің ресми бланкында шығарылуы тиіс. Және соңында сізге ұсыныс беріп отырған адам өзінің контактілерін, яғни поштасын, телефон нөмірін, сондай контактілерін қалдырып кетуі тиіс. Өйткені сіз тапсырып жатқан университет немесе сіз тапсырып жатқан жұмыс орны бұл кісіге хабарласып, тағы қосымша ақпараттарды алуы әбден мүмкін. Сондықтан ұсыныс беріп отырған адам мейлінше ашық болғаны абзал. Бір мәселе, достар, осы ұсыныс хатты, рекомендациялық хатты сіз кімге сеніп тапсыра аласыз, яғни сізге арналған ұсынысты кім жаза алады? Осындай сұрақ төңірегінде егер ойланып көрсеңіздер, кейбір университеттер міндетті түрде профессорлардан ұсыныс хаттың болғаны абзал дейді. Яғни сіздің университетте немесе басқа жерде сізге тікелей сабақ берген ғалым кісінің жазғаны абзал деп береді. Ондай болса, сіз сондай кісіні тауып, іздеп, яғни көресіз. Ал кейбір оқу орындарына жай таныстарыңыз, достарыңыз, әріптестеріңізден де бола береді. Оны да
яғни өзіңізге жақын көретін, сіз сенетін сондай адамға тапсырғаныңыз дұрыс болып есептеледі. Ал егерде жұмыс берушіден, бұрынғы жұмыс берушіңізден жаңа ұсыныс хат керек десе, онда міндетті түрде сіз тапсырып жатқан салаға байланысты жұмыс орнының басшысына жүгінгеніңіз абзал. Мысалы, сіз техникалық университетке немесе техникалық саладағы жұмысқа тапсырып жатсаңыз, онда осы саламен байланысты компанияның басшысы, яғни сіздің бұрынғы басшыңыз сондай болу керек. Енді сіз техникалық университетке тапсырып жатсаңыз, мысалы, сіз курьерлік салада жұмыс істеп едім, осы жердегі басшымнан ұсыныс хат ала салам деген болмайды. Сондықтан міндетті түрде жаңағы салаға байланысты мамандардың ұсыныс хаты өте сізге көмектеседі. Достар, ұсыныс хат, ұсыным хат деп айтып жатады, рекомендациялы хат деп айтып жатады. Не де болса, бұл яғни бір физикалық адамға екінші бір физикалық тұлғаның немесе компанияның, ұйымның берген бағасы немесе сол кісі туралы айтқан ойы, кәсіби деңгейі туралы айтылған ойы болып есептеледі. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийде жазыңыздар, немесе осы ұсыным хаттың, рекомендациялы хаттың нұсқалары қажет болса, мен міндетті түрде пошталарыңызға жіберемін. Пошталарыңызды комментарийде жазып кетсеңіздер болады. Рекомендациялы хат туралы қысқаша бүгін осы. Келесі кездескенше.